Таңертең уайыммен оянсаңыз, осыны 10 минут тыңдаңыз. Бүгін тағы да ауыр ойлармен ояндыңыз ба? Көзіңізді ашқан сәттен-ақ ойыңызға кешегі мәселелер, бүгінгі міндеттер немесе әлі болмаған нәрселер келе бастады ма? Дәл қазір олардың ешқайсысын шешуге тырыспаңыз. Алдағы 10 минутты тек өзіңізге арнаңыз. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Кешегі уайымды бүгінгі күнге алып өтудің қажеті жоқ. Қазір біз асықпай ойымызды тыныштандырып, жаңа күнді жеңіл күймен бастаймыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз немесе жатыңыз. Иығыңызды босатыңыз. Жағыңызды қыспаңыз. Қолдарыңызды еркін қойыңыз. Қазір сізге ешқайда асығудың қажеті жоқ. Ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Ешқандай шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Осы бірнеше минутта сізден ештеңе талап етілмейді. Тек тыныс алыңыз. Мұрын арқылы баяу терең тыныс алыңыз. Бір сәт кідіріңіз. Енді ақырын дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Дем шығарған сайын денеңіздің біртіндеп босаңсып келе жатқанын сезініңіз. Маңдайыңыз босап келеді. Иығыңыз төмен түсіп келеді. Кеудеңіздегі қысым азайып келеді. Тынысыңыз бір қалыпты бола бастады. Сіз дәл қазір қауіпсіз жердесіз. Сіз дәл қазір осы сәттесіз. Мүмкін бүгін таңертең көзіңізді ашқан кезде бірден бір нәрсені ойлаған шығарсыз. Ақша, жұмыс, отбасы, балалар, денсаулық, болашақ, немесе біреудің сөзі. Бәлкім нақты себебін де білмейсіз. Тек ішіңізде түсініксіз мазасыздық бар. Онымен күресудің қажеті жоқ. Ойларыңызды қуып жіберуге де тырыспаңыз. Олар келсін және кетсін. Әр ойды аспанда баяу өтіп бара жатқан бұлт сияқты елестетіңіз. Сіз сол бұлт емессіз. Сіз оны сырттай бақылап тұрған адамсыз. Бір ой келеді. Сіз оны байқайсыз және жібересіз. Тағы бір ой келеді. Оны да байқайсыз және жібересіз. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Ішіңізден айтыңыз. Мен барлық ойыма сенуге міндетті емеспін. Мен дәл қазір бәрін шешуге міндетті емеспін. Мен өзіме тыныштық сыйлай аламын. Енді назарыңызды бүгінгі күнге емес, дәл осы сәтке аударыңыз. Ертең әлі келген жоқ. Кеше өтіп кетті. Ал сіз қазір осындасыз. Тыныс алып отырсыз. Жүрегіңіз соғып тұр. Алдыңызда жаңа күн бар. Біз кейде бір күннің ішінде болатын жүздеген нәрсені таңертеңнен бастап ойлап қоямыз. Бәріне үлгеру керек сияқты. Бәрін бақылауда ұстау керек сияқты. Бәрі дұрыс болу керек сияқты. Бірақ сізге бүгінгі күннің бәрін дәл қазір көтерудің қажеті жоқ. Бүгінгі күнді бір күн ретінде емес, бір сәттен қабылдаңыз. Осы тыныс, осы минут, осы таң, осы жер, осының өзі жеткілікті. Ішіңізден ақырын қайталаңыз. Мен бүгін бәріне бірден үлгеруге міндетті емеспін. Мен бір уақытты бір ғана қадам жасаймын. Мен асықпаймын. Мен өзіме жұмсақ қараймын. Енді жүрегіңіздің тұсына қолыңызды қойыңыз. Жылуын сезініңіз. Жүрегіңіздің соғысын байқаңыз. Ол сіз үшін қанша жылдан бері тоқтаусыз соғып келеді. Сіз ұйықтағанда да, сіз шаршағанда да, сіз қуанып жүргенде де, сіз уайымдап жүргенде де, денеңіз сізді осы күнге дейін алып келді. Оған іштей рахмет айтыңыз. Мен осы таңға ризамын. Мен тыныс алып отырғаныма ризамын. Мен бүгін оянғаныма ризамын. Менің алдымда тағы бір күн барына ризамын. Бұл күн мінсіз болуы міндетті емес. Сіз де мінсіз болуыңыз міндетті емес. Бүгін жай ғана өмір сүру жеткілікті. Енді кеше сізді мазалаған нәрсені бір сәтке еске түсіріңіз. Оған терең кірмеңіз. Тек сырттай қараңыз. Мүмкін біреудің айтқан сөзі. Мүмкін аяқталмаған жұмыс. Мүмкін сіз күткен нәрсе болмады. Мүмкін өзіңізге ренжідіңіз. Сол жағдайда алақаныңызда ұстап тұрған кішкентай тас сияқты елестетіңіз.
Сіз оны түні бойы ұстап жүрдіңіз. Таңертеңде өзіңізбен бірге алып келдіңіз. Ал енді алақаныңызда ақырын ашыңыз. Оны жіберіңіз. Ішіңізден айтыңыз. Кеше өтті. Мен кешегіні бүгінгі күнге алып өтпеймін. Өзгерте алмайтын нәрсені жіберемін. Бүгін мен жаңадан бастай аламын. Терең тыныс алыңыз. Дем шығарғанда жіберемін. Тағы тыныс алыңыз. Жіберемін. Тағы бір рет. Жіберемін. Енді бүгін сізді күтіп тұрған міндеттерді ойлаңыз. Бірақ оларда ауыр жүк ретінде емес. Бірінен кейін бірі орындалатын кішкентай қадамдар ретінде елестетіңіз. Бүгін бәрін бірден істеудің қажеті жоқ. Бірінші қадам. Содан кейін екіншісі. Содан кейін келесісі. Егер бір нәрсе жоспар бойынша болмаса, сіз тоқтай аласыз. Тыныс ала аласыз. Қайта бастай аласыз. Сіздің құндылығыңыз бүгін қанша жұмыс орындағаныңызбен өлшенбейді. Сіз тек нәтижелеріңізден тұрмайсыз. Сіз адамсыз. Сізге де шаршауға болады. Сізге де демалуға болады. Сізге де көмек сұрауға болады. Сізге де кейде ештеңе істемей отыруға болады. Ішіңізден қайталаңыз. Мен өзімнен мүмкін емес нәрсені талап етпеймін. Бүгін қолымнан келгені жеткілікті. Мен әр істі асықпай орындаймын. Мен өзіме сенемін. Енді бір сәт өміріңізде қазірдің өзінде бар нәрселерді байқаңыз. Басыңыздағы баспана, ішетін су, таңғы жарық, бір кесе шай немесе кофе. Сізге хабарласа алатын адам. Сіз жақсы көретін жан. Сіздің бойыңыздағы бір жақсы қасиет. Кейде уайым біздің назарымызды тек жетіспейтін нәрселерге бұрады. Ал шүкіршілік бар нәрсені қайта көруге көмектеседі. Сізге дәл қазір өміріңіздегі барлық нәрсеге риза болудың қажеті жоқ. Тек бір нәрсе жеткілікті. Бүгін не үшін шүкір айта аласыз? Бір адам, бір мүмкіндік, бір сәт, бір қарапайым нәрсе. Оны ойлаңыз. Сол сезімді жүрегіңізде бірнеше секунд сақтаңыз. Ішіңізден айтыңыз. Мен осы үшін ризамын. Тағы бір нәрсені еске түсіріңіз. Мен осы үшін де ризамын. Тағы біреуін. Рахмет. Енді алдыңыздағы жаңа күнді елестетіңіз. Сіз көзіңізді ашасыз. Асықпай орныңыздан тұрасыз. Бүгінгі күніңізде әр түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Жақсы жаңалық болуы мүмкін. Күтпеген нәрсе болуы мүмкін. Қиындықта кездесуі мүмкін. Бірақ сіз әр жағдайда алдын ала өмір сүріп шығуға міндетті емессіз. Ол сәт келген кезде, сіз сол сәтте шешім қабылдайсыз. Ал дәл қазір, сіз тыныштасыз. Өзіңізге айтыңыз. Бүгін не болса да мен бір сәт тоқтап тыныс ала аламын. Мен бәрін бақылауға міндетті емеспін. Мен өзгерте алатын нәрсеге назар аударамын. Өзгерте алмайтын нәрсені жіберуге үйренемін. Мен бүгінгі күнді қорқынышпен емес, тыныштықпен қарсы аламын. Енді мына сөздерді асықпай қайталаңыз. Әр сөйлемнен кейін аздап кідіріңіз. Мен қауіпсізбін. Мен тынышпын. Мен осы сәттемін. Кешегі күн артта қалды. Ертең әлі келген жоқ. Менің қолымда бүгін бар. Мен бүгін өзіме мейірімді боламын. Мен өзімді өзгелермен салыстырмаймын. Мен бәріне бірден үлгеруге тырыспаймын. Мен бір уақытта бір қадам жасаймын. Мен өзіме сенемін. Мен өмірімдегі жақсылықтарды байқаймын. Менің жүрегім тынышталып келеді. Менің ойым анықталып келеді. Мен бүгінгі күнге ризамын. Мен жаңа күнді қабылдауға дайынмын. Енді терең тыныс алыңыз. Тыныштықты ішке қабылдаңыз. Баяу дем шығарыңыз. Уайымды жіберіңіз. Тыныс алыңыз. Тыныштық. Дем шығарыңыз. Уайым. Тыныс алыңыз. Сенім. Дем шығарыңыз. Қорқыныш. Тыныс алыңыз. Ризашылық. Дем шығарыңыз. Кешегі ауырлық. Тағы бір рет терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Енді жүрегіңіздің ортасында жұмсақ, жылы жарық пайда болғанын елестетіңіз. Таңғы күннің алғашқы сәулесі сияқты.
Ол кішкентай ғана, бірақ әр тыныс сайын үлкейіп келеді. Жылы жар кеудеңізге тарайды. Иығыңызға, қолдарыңызға, ішіңізге, аяқтарыңызға, бүкіл денеңізге тарайды. Бұл жарық сізге асықпа деп тұрғандай, бәрін дәл қазір шешудің қажеті жоқ. Бір қадамнан баста, бүгінгі күнге мүмкіндік бер. Осы тыныштықты бірнеше сәт сезініңіз. Енді өзіңізге бір ғана сұрақ қойыңыз. Бүгін өзім үшін жасай алатын бір жақсы нәрсе қандай? Үлкен нәрсе болуы міндетті емес. Таңғы ас ішу, серуендеу, бір адамға қоңырау шалу, кейінге қалдырған бір кішкентай істі аяқтау, өзіңізге демалуға уақыт беру. Жауабын іздемеңіз. Ойыңызға бірінші келген нәрсені қабылдаңыз. Бүгін соны жасауға өзіңізге уәде беріңіз. Енді медитациямызды аяқтауға дайындалайық. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Саусақтарыңызды ақырын қимылдатыңыз. Иығыңызды жеңіл қозғаңыз. Денеңізді сезініңіз. Айналадағы дыбыстарды байқаңыз. Бірақ көзіңізді ашуға асықпаңыз. Соңғы рет ішіңізден қайталаңыз. Бүгін бәрін бірден шешудің қажеті жоқ. Мен бір қадамнан бастаймын. Мен кешегіні жіберемін. Мен бүгінгі күнді қабылдаймын. Мен қолымдағы бар нәрсеге ризамын. Мен тыныштықты таңдаймын. Мен жаңа күнге дайынмын. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Дайын болған кезде көзіңізді ақырын ашыңыз. Жаңа күн басталды. Кешегі уайымды өзіңізбен бірге алып жүру міндетті емес. Бүгін жаңа күн, жаңа мүмкіндік, жаңа қадам. Оны асықпай бастаңыз. Егер осы бірнеше минуттан кейін жүрегіңіз сәл де болса тынышталса пікірге, бүгін мен үшін шүкір айтамын деп бір сөйлем жазыңыз. Мүмкін сіздің сөзіңізді оқыған басқа бір адамда бүгін өз өміріндегі жақсылықты байқап қалар. Ал осындай қазақ тіліндегі тыныш медитацияларды бірге жалғастырғыңыз келсе, Sugar Life арнасына жазылыңыз. Күніңіз тыныш, ойыңыз жеңіл, жүрегіңіз шүкіршілікке толы болсын.